Bir günü Muhammed Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabalarымен meşitte oturgan кезде sırttan üstünde jolaушының belgisi görünmeйтін bir yer kişi gelip Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem aldına tizellep oturup iman жайында сурайды. İman деген ne деп? Сонда Peygamberimiz iman Allah'ın бар екеніне, бір екеніне сену, және оның періштелерінің бар екеніне сену, және kitaplarına сену, пайғамбарларына сену, тағдырға сену, және өлгеннен кейін өмір бар екеніне сену, тозақ жұмақ бар екеніне сену деп жауап берді. Сонда әлгі сұраған кісі рас деп өзі сұрап, өзі растайды. Сонда ислам деген не деп сұрайды? Сонда пайғамбарымыз ислам Алланың бар екеніне, бір екеніне, және Мұхаммед Алланың елшісі екеніне сену, 5 уақыт намаз оқу, жылына бір рет Рамазан айында бір ай Рамазан айының оразасын тұту, жағдай бар кісіге зекет беру парыз, жағдай бар кісіге өмірінде бір рет қажылық парызын өтеу деп жауап береді. Одан кейін әлгі кісі рас дейді. Сонда пайғамбарымыздан тағы да сұрақ қояды. Ихсан деген не дейді? Сонда пайғамбарымыз ихсан деген сен Алланы көрмесең де оны көріп тұрғандай құлшылық жасауың. Өйткені сен Алланы көрмесең де ол сені күмәнсіз көріп тұрады. Ихсан деген осы дейді. Әлгі кісі тағы да рас дейді. Сонда әлгі кісі тағы да ақыр заман қашан болады? Сонда пайғамбарымыз ақыр заманның қашан болатындығын сұралушыдан гөрі сұраушы жақсырақ біледі. Сонда әлгі кісі орнынан тұрып шығып кетеді. Сахабалар таң қалып, Алланың елшісі, жаңағы келіп кеткен кісі кім? Ол кісі сізден сұрақ сұрап, өзі растап отырды ғой. Бұл таңғаларлық жағдай болды ғой дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, сіздер танымадыңыздар ма? Ол Жәбірейіл періште ғой деп жауап. Жәбірейіл періште адам бейнесінде келіп, иманның не екендігін, исламның не екендігін, және ихсан деген қасиеттің не екендігін, ақыр заман жайында сабақ беріп кетті.